Таңертең аш қарынға су ішпеген ағза не күйге түседі? Түнгі ұйқы кезінде ағза 6-8 сағат бойы сусыз қалады. Таңертең оянған сәтте су ішпеген адамда мынадай бұзылыстар пайда болуы мүмкін. Су ішпесе, бауыр түнде жиналған уыттарда токсиндерді сыртқа шығару процесі тежеледі. Бұл бауырды артық жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Ішекте аш қарынға су ішілмесе, іш қату жиі байқалады. Себебі су ішек жолдарын оятады. Бүйректе суды жеткілікті ішпегенде зәр қоюланып, тұздар мен құмдар бүйректе қалып қойып, тас түзілуі қаупін арттырады. Қан қоюланады. Бұл жүрекке артық салмақ түсіреді. Миға оттегі аз жетіп, таңертеңгі әлсіздік, ұйқышылдық, бас ауруы болуы мүмкін. Ал егер су ішсеңіз, не болады? Ағзада уыттар тез шығарылады. Метаболизм 24%-ға дейін жылдамдайды. Ғылыми зерттеулермен дәлелденген. Ішек жолы жұмысын бастайды. Іш қату азаяды. Терінің тазалығы жақсарады. Миға сергектік береді. Күні бойы жеңіл жүруге көмектеседі. Қанша ішу керек? Аш қарынға жылы 1 стақан су жеткілікті. Күніге кем дегенде 2 литр су ішілу керек. Қаласаңыз, 1 дәмді лимон тілімі немесе 1 шымшым тұз қосуға болады. Бұл ішекті жұмсартып, бауырға жәрдем береді. Міне, құрметті көрермен, қарапайым судың адам ағзасы үшін қаншалықты пайдасы барын білдіңіздер. Күнделікті азанда аш қарынға жылы су ішуді әдетке айналдыруды ұмытпаңыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.